Кайырлуу күн достор. Бүгүнкү таңда элибизде болуп жаткан төтөнчө жагдайларга байланыштуу көптөгөн Казакстан Республикасынын халкына сабырлык менен тынчтык, элибиздин амандыгын, журтубуздун тынчтыгын тилейм. Және де бүкүл әлемдин жаратуучусу Аллах Тааламыздын аты менен баштоого ниет эттим. Бүгүнкү видеода тил мен дин тууралуу такырыпта аңгеме өрбүтетін боламыз. Бизде кеше өткөн жолу менин видеоларымда көп карайтын болсаңыздар, соңку чыккан видеомда тил жанашырлыгы ретинде Казбек Исанын баштоого менен Казакстан Республикасы бир тилдүү мемлекет болсун деген талаппен видео түзүлгөн болатынбыз. Сол видеого сайкес көптөгөн Казбек Иса агамыздын колдоо менен биз программа жасап казак тилинде дауыс берип жаткан болатынбыз. Биз уларды жарнамаладык, барча казакстандыктарга көрсөттүк, билдирдик. Бар экенибизди, казак дейтин, элим дейтин, жерим дейтин бауырлардын бар экенин, намысы бар, иманы бар, бауырлардын бар экенин өзүбүзчө көрсөткүбүз келди. Көрсөттүк дегенде ойдан керек. Биз бул жолда көптөгөн хейтерлер шабуылына учрадык. Булардын ким экенин эч ким билбейт. Бағдарламаны, яғни сайтты күшпен және де технологияларда көптеген хакерлердің шабуылымен бұл сайт жабылып қалды. Бұл сайтты өткен жол дауыс тағы да дауыс берді. Елімде жүрген адамдардың бірімін қойып дауыс бергім келеді. Ұялы телефонына келіп дауыс бергісі келген болады. Алайда іздедік, таппадық. Содан кейін түсіндік, бұл тағы да хакерлердің шабуылынан тағы да жоқ болып кеткені. Елім дейтін, жерім дейтін адамдар көп, бірақ шын керек ешкімді білмейді, ешкім еш нәрсе айтпайды. Елімізде болып жатқан көптеген оқиғалар көптеген адамның зәресін ұшырып қойды, шын керек. Неге біз орыс тілін үйренуіміз керек? Неге біз орыс тілін білуіміз керек? Жоқ, біз тек қана қазақ тілін білу керек, басқа тілді білмеу керек. Тек қана қазақ тілі демейміз. Білсін, өзге тілдің бәрін білсін да, бірақ қазақ тілін бәрінен ұлы көрсін. Қазақстанда жүрген кез келген азамат, кез келген шетелдік қазақ тілінде сөйлеуге міндетті болу керек. Бірақ бізде оны заңмен біздің тілімізді қорғамай, аш қасқырлардың алдына тастай салған ет сияқты тіліміз көбіне ұмыт болып келе жатыр. Шыны керек, бізден кішкентай ғана Өзбекстанды алайықшы. Өзбекстан біз кеше соңғы мәліметтерге сүйендік, сұрастырдық, барлық әлеуметтік желілерден, Google'дан көрдік, барлық нәтижелердің бәрі. Сіздерге бір қызық айтып өтейін. Біздің қазақ тілі 2013 жылы таралу бойынша 89-шы орында тұрған мемлекет болыпты. Ал Өзбекстан 61-ші орында тұрған мемлекет. Ал енді ойлаңыздаршы, біздің еліміз ұлан байтақ жер, тәуелсіздігіміз бар. Өзбекстанда жоқ деп айта алмаймыз, бірақ Өзбекстанда да бар.
алайда біздің қазақ тілі өте бай тіл ғой, бірақ бай тілдің 89-шы орынға түсіп қалу деген мен үшін бір өте үлкен масқара сияқты болып көрінді. Алайда 2017 жылы қазақ тілі 40-шы орынға дейін көтеріліпті. 40-шы орынға дейін көтерілген, бірақ әлі де Өзбекстаннан қалып келеміз. Өзбекстан қазір біз 40-шы орында тұрған кезде Өзбекстан 29-шы орынды еншілеген екен. Ал тура соған ұқсаған Армения 27-ші орында. Сонда біз басқа мемлекеттерден қаламыз ба? Біздің сондағысы олардың айырмашылығы неге көп деген сұрақ туындады бізде де. Неге көп деп сұрастырдық, көрдік, барлығын білдік. Бізде тәуелсіздік алғалы 18 миллионға ғана жетіп бізді. Ал Өзбекстан тәуелсіздік алғалы 36 миллионға жетті. Ал 36 миллион халықтың 30 миллионы өзбекше сөйлейді Өзбекстанда. Ойлаңыздар, 30 миллион мен бізде 18 миллион халық, 16 миллионы ғана қазақ тілін біледі. Қалған 2 миллион қарап тұрсаңыздар, сенуге болмайтын статистика. 16 миллион 197 адам. Мүлдем сай келмейтін статистика, себебі 2 миллион өте аз болады. 2 миллион деп аз көрсеткен. 2 миллион емес, негізінде 5 миллион төңірегінде. Мен айтқым келгені, бауырлар, достар, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте, өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде отан бол. Өзгенің тілін шылдырлап білгенін, үйренгеннен өзіміздің тіліміз, ана тіліміз. Бір бауырымыздың жазған мақаласын қалып, ана тіліміз білмейтін адам адамдықтан махрұм қалған. Ана өзі бар, бірақ ана тілі жоқ. Не бар емес, не жоқ емес адамның қатарына кіретін адам деп бейнелеген екен. Достар, өзіміздің еліміздің, өзіміздің ата-бабаларымыздың қорғап кеткен тілін, ұлан байтақ жерін қорғау